Степногорск өңірінде коронавирустық инфекция мен сырқаттанушылық бойынша жағдай көңіл көншітерлік емес. Мамандардың сөзінше коронавирустық инфекция жағдайлары күн сайын анықталуда. Бір апта ішінде 27-ден 40-қа дейінгі жағдайлар орын алуда. В Степногорском регионе картина по заболеваемости коронавирусной инфекцией неутешительная. Жағдайлардың негізгі бөлігі ересектер арасында байқалып отыр, яғни 93%-ға тиесілі. Науқастар арасында инфекция жағдайының 71%-ы медициналық көмекке өздігінен жүгінген кезде, 20% жағдайда инфекцияны жұқтырған науқастармен байланыста болған адамдар арасында және 9% жағдайлар стационарға емдеуге жатқызу кезінде немесе жұмысқа шығар алдында анықталады. Ең жоғары аурушаңдық 61 жастан асқан адамдар арасында тіркелді. Жағдайлардың 31%. Сырқаттанушылық бойынша екінші орында 31 жастан 40 жасқа дейінгі адамдар, жағдайлардың 19%, ал 15%-да 41-50, 51-60 жас аралығындағы азаматтар құраса, 10% жағдайлар 21 мен 30 жас арасындағы тұлғаларға тиесілі деп отыр баяндамашы. Сәуір айынан бастап Ақмола облысында ашық пилоттық жобасы іске қосылған атап өту қажет. Ашық жобасы бизнеске карантиндік шаралар кезінде өз қызметін жүзеге асыруға мүмкіндік береді. Бизнес субъектілеріне жеке QR-код беріледі. Ашық бағдарламасына қатысушы кәсіпкерлер info-kazakhstan.kz сайтында кодты алу үшін өтінім берулері тиіс. Келушілер App Store және Play Market арқылы ашық қосымшасын ұялы телефонға жүктегеннен кейін жеке сәйкестендіру нөмірін теріп, арнайы QR-кодты сканерлеу арқылы нысанға кіруге рұқсат алады. Код келушінің мәртебесін анықтайды. Бұл жағдайда бизнес субъектісі клиенттің жасыл, көк, сары немесе қызыл мәртебеде екенін көрсетеді. Көк түс адамның коронавирусқа қатысты мәртебесі тұрақты дегенді білдіреді. Аурудан толық айыққан немесе ПЦР-тест сынамасы теріс нәтиже көрсеткендердің белгісі. Ал ковидке шалдыққандар сары немесе қызыл түспен белгіленеді. Мұндай мәлімет денсаулық сақтау министрлігінен алынады. Адам туралы басқа деректер көрсетілмейді. Данная система позволяет выявить посетителей, которые имеют положительный статус ПЦР-теста. Бұл жүйе ПЦР-тестінің 10 мәртебесі бар немесе олар байланыста болған және үй карантинде болу керек келушілерді анықтауға мүмкіндік береді. Мұндай келушілер анықталған жағдайда бизнес субъектісі санитарлық қызметке хабарлауы тиіс. Өз кезеңінде шектеу шараларының қаулыларын және карантин режимін бұзған үшін санитарлық қызмет тәртіп бұзушыларға әкімшілік ықпал ету шараларын қолданатын болады. Осылай деп мәлімдеген санитарлық жүйе маманы Степногорск қаласында 6 бизнес субъектісі ашық жобасы бойынша жұмыс істейтіндігін алға тартты. Осы ретте Арго фитнес-клубы, Имидж йога студиясы, Достар кафесі, Армон сауда үйінің демалу кешені, Жили-Были кафесі мен Стайл түнгі клубтары атаулы пилоттық жобасы арқылы жұмыс жасауда. Мамандардың сөзінше тағы 4 бизнес субъектісі осы жобаға қатысуға дайын.